Бүгін облыстық аппараттық кеңесте жол сапасының жай-күйі қаралды. Облысымыздың жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары 10.084 шақырымда құрайды екен. Биылға бюджеттен бөлінген 25,5 миллиард теңгеге қандай жұмыстар атқарылмақ? Қай жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізілмек? Алдағы материалдан көріңіз. Жамбыл облысында 25,5 миллиард теңгеге 16,5 шақырым көше жолдары мен бір көпір құрылысы жүргізіліп, 3 шақырым жолды қайта жаңғыртумен және 671 шақырым жолдарды орта жөндеумен қамту жоспарланыпты. Барлығы 357 жол жөндеу жобалары іске асырылып, 690,5 шақырым жол құрылыс, қайта жаңғырту, орта жөндеулермен қамтылуда дейді жауаптылар. Аппараттық кеңесте облыс әкімі жолдың сапасы басты назарда болатынын жеткізді. Жол жөндеу жұмыстары кемі 2 жыл кепілдікпен жасалу керектігін айтты. Тараз қаласы мен аудан әкімдері автомобиль жолдарына құрылыс жөндеу жұмыстарын мерзімде аяқталуы қамтамасыз етілсін. Ауа райы қолайлы кезде жұмыстардың жылдамдатып аяқталғанын жөн. Қарды күтпеңіздер. Жауын астында қалған жұмыстардың сапасы төмен болатынын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Сонымен қатар 2025 жылы аудан әкімдіктері тарапынан 29 елді мекенді қоғамдық көлікпен қамтитын 10 автобус маршрутын ашу және Тараз қаласында қосымша 5 маршрут ашу жоспарланған. Автопарктегі жылжымалы құрамдарды жаңарту жұмыстары бойынша ағымдағы жылы Тараз қаласына жалпы 112 бірлік жаңа автобус әкелініп, қосымша жылдың аяғына дейін 45 бірлік жаңа автобустар жеткізілмек. Нұрғиса Қаржаубай, Елдар Түстікбаев, 24 News.